Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін балалардың мұрнының ішіне бөгде заттардың кіріп кетуі, оны қалай аламыз, қалай шығарамыз, соны талқылаймыз. Яғни баланың мұрнының ішіне кіріп кеткен заттың бірінші кезекте формасын анықтаймыз, пішінін. Егер ол дөңгелек тәріздес болатын болса, оны пинцетпен алмаймыз. Пинцетпен алған кезде ол бөгде зат мұрнның ішіне ары қарай еріп кіргізіп жібереді. Моншақ немесе алшаның сүйегі, олар айналып ары қарай мұрнның ішіне артқы бөлігіне өтіп кетеді. Ондай кезде біздер жаңағы арнайы инструмент болады, щуп мұрнның ішіне кірген кезде олар ар жағынан іліп алып, бері қарай сыртқа шығарып аламыз. Оның басы өткір емес, мұрнның ішіндегі сілемейлі қабаттарды, шырышты қабаттарды зақымдамайды. Егер төртбұрыш тәріздес, жаңағы қағаз тәріздес заттар болатын болса, оны пинцетпен ұстап алып шығаруға болады. Металл тәріздес заттарды көбінесе тісі металлический, жаңағы пломбированный болмаса, құлағында, көзінде протездер металл тәріздес болмаса, онда мұрынды арнайы бағытқа қойып магнитпен шығарып алуға келеді. Көбінесе жаңағы щуппен алып шығарамыз. Сақ болу керек. Батарейка, магнит тәрізді заттарды дереу шығару керек. Олар мұрнның ішіндегі сілемейлі қабатты зақымдап, мұрнның пердесін тесіп өтіп кетуі мүмкін, перфорация жасауы мүмкін, шіруі мүмкін. Дереу лор дәрігерге қаралып, шұғыл қабылдау бөліміне келіп алып тастау керек. Каналға жазылыңыздар, қызық болса лайк басыңыздар, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Қандай тақырып қызық болса, соны талқылайтын боламыз. Керекті мағлұматтарымды сіздермен бөлісіп отырамын.